Данияр диванға жайғасып, суреттер бейнеленген кітапты тамашалап отырды. Анашым, қарашы, қандай ұзын көлік. Бұл лимузин. Ал бізде неге мұндай көлік жоқ? Лимузин өте қымбат тұрады. Біздің оған ақшамыз жетпейді, оның үстіне мұншалықты үлкен көлікті қайтеміз? Қайтеміз дейсіз бе? Бұл керемет қой. Деп бұртыйды Данияр. Анасы үнсіз ғана жымиды. Иә, расымен де әдемі. Қарашы, мына жерде өте үлкен әрі әдемі үй бар екен. Біздің үйден үлкенірек және жақсырақ қой. Деп Данияр тағы да наразылық білдірді. Біздің үйіміз жаман беді? Жоқ, мен жаман деген жоқпын. Бірақ кішкентай, суреттегідей әдемі де емес. Қарашы, мынау түйе ғой. Бізде неге түйе жоқ? Балам, түйелерді пәтерде ұстауға болмайды. Деп күлді анасы. Көрдіңіз бе? Үлкен үйіміз жоқ болғандықтан түйе ұстай алмаймыз. Ал күзетші итше, оған шағын үйшік жасап беретін едік. Итті үйді күзету үшін аулада асырайды. Біз пәтерде тұрғандықтан ауламыз жоқ. Деп түсіндірді анасы. Міне, үйіміз кішкентай, сондықтан ит те болмайды. Деді көңілі түскен Данияр. Ал мысық ше, мынау сондай сүйкімді екен. Мысық асырауға болады, бірақ сенің қарындасыңның жануар терісіне аллергиясы бар ғой. Сондықтан әкең мысық ұстауға рұқсат бермейді. Тағы да болмай ма? Анашым, неге олай? Біреулерде үлкен көлікте, түйеде, мысықта, үлкен үймен көп ақша да бар. Ал бізде еш нәрсе жоқ. Ештеңе жоқ дегенің қалай? Олай айту жақсы емес. Біздің ыңғайлы пәтеріміз, дәмді тағамдарымыз, әдемі киімдеріміз бар. Ойыншықтарың мен кітаптарың ше. Осының бәрін берген мейірімді Аллаға шүкір етіп, алғыс айтуымыз қажет. Данияр үндемеді. Ол бәрібір кең сарайда өмір сүріп, жеке лимузині, ұшағы, сандық толы қазынасы болған армандап отырды. Бүгін әкең күні бойы үйде болмайды. Әмина апаң кеше екеуіңді көмекке шақырған. Сонда барып келе ғой. Содан кейін достармен ойнауға бола ма? Әрине бара ғой. Тек ұзаққа емес. 1 сағаттан кешікпе. Көріскенше, анашым. Көріскенше, ботам. Есіктен шыққан бетте ақшаң көп болса, керемет нәрселер сатып алуға болатындығын ойлады. Бірінші кезекте ойыншықтар, әкесі қымбат деп алып бермеген қуатталатын көлік есіне түсті. 100 түрлі құрастырғыш ойыншықтар, содан кейін Алмастың үйіндегідей үлкен компьютер. Әкесі кейінірек ақша жинап алып беретіндігін айтқан. Оған дейін қанша күту керек? Көп ақша болса бірден ала салар едім. Сыныптасы Бердікбек секілді отбасымен алыс-алыс елдерге барып қыдырып, қонақ үйлерде өмір сүрсе, қымбат тамақтар жеп, үлкен сайбақтарда серуендесе, бассейнде шомылса. Данияр осындай ойлар құшағында болып, апасының үйіне қалай жеткенін білмей қалды. Бірнеше затты көтеріскен соң, достарымен ойнауға асығып кетіп қалды. Өз үйінің ауласына келе жатып мешіт алдынан өтті. Кенет оның көзі ескі киім киген өзімен қатарлас балаға түсті. Ол картон қиындысына жайғасыпты. Алдына ескі ыдыс қойған және қағазға «Алла разылығы үшін бізге көмектесіңіздерші, өте мұқтажбыз» деп жазып алыпты. Ары-бері өткен адамдар тиын тастап жатыр. Бала әрқайсысына «Алла разы болсын, Алла разы болсын» деп айтады екен. Данияр осының бәрін ұзақ бақылап тұрды да, жақын келіп баламен амандасты. Алла разы болсын, Алла разы болсын. Сенің есімің кім? Ерболат. Мұнда неге отырсың? Сенің үйің қайда? Менің үйім жоқ. Атам екеумізге мына мешіт жанындағы кішкентай бөлмеде тұруға рұқсат берген. Ата-анам ерте қайтыс болды. Ал шағын үйімізде таяуда өртеніп кетті. Атам екеуміз ғана қалып қойдық. Ол кісі қатты сырқаттанып қалғандықтан ақшамыз таусылып қалды. Осыншалықты кедей болғандарың өкінішті. О, не дегенің? Біз баймыз. Мен жалғыз емеспін. Жақсы көретін атам бар. Тіпті уақытша тұратын баспанамыз да бар. Жейтін тамағымыз бен киетін киіміміз де жоқ емес. Аяқ қолымыз сау, көзіміз көреді, құлағымыз естиді. Көрдің бе қандай бай екенімізді? Айналамыздағы мейірімді адамдар көмектесіп тұрады. Мен олар үшін дұға жасаймын. Осы үшін үнемі Аллаға рахмет айтамыз. Атам маған бізден де жағдайы мүшкіл адамдарға қара деп айтады. Мен де солай жасаймын. Расымен де еш нәрсесі жоқ адамдар бар.
Бізге бар болғаны аз ақша жинау керек. Атам емделіп жатыр. Сауыға сала жұмысқа қажет құралдарды сатып алады. Шеберханада жақсы жұмыс істейтін боламыз. Содан кейін шағын үй алып, баяғыдай өмір сүреміз. Данияр үйіне қалай жеткені есінде жоқ. Әйтеуір есіктің қоңырауын басып тұр екен. Жол бойы әлгі ескі киімдегі Ерболат пен атасының мешіт жанындағы алақандай бөлмеде қалай өмір сүретіндігін ойлады. Өзінің 3 бөлмелі үйін елестетті. Есікті ашқан анасын көре сала қатты құшақтады. Анашым, сіздің әкемнің Дарияның болғаны қандай жақсы, үйіміздің болғаны қандай жақсы. Мен біз кедейміз деп ойлайтынмын, сөйтсем бізден де өте кедей адамдар бар екен ғой. Сондықтан шын мәнінде біздің өте бай екенімізді түсіндім. Осы күннен бастап Данияр әдемі, үлкен, қымбат нәрселерді көріп, қызға бастаса, Ерболатты есіне алатын, және одан да кедей адамдарды ойлайтында өзінде барға қатты қуанып кететін. Анасы секілді Құдайға үнемі рахмет айтатын болды. Ертеде Күйік деген қалада Жалқаубек деген бала өмір сүріпті. Жалқаубек өте енжар, еңбек еткісі келмейтін, алма піс, аузыма түс дегендердің бірі екен. Ол күнде шаһар орталығындағы базарға барып, сондағы бай саудагерлерді көргенде қызғана қарап, іштей күйінеді екен. Осы мен неге бай болып тумады екем? Мыналар секілді шалқып өтер едім. Мен болсам, шер асқа да, киер киімге де жарамадым. Жұмыс істеп мал табуға тағы зауқым жоқ. Сорлы басым-ай. Бірде осылайша күйініп зарлап отырған Жалқаубектің жанына бір ақ сақалды кісі келіпті. Қарағым, нені ойлап қайғырып отырсың? Жігер тасыған жас адамға әр нәрсеге бола жабығу жараспас болар. Өйткені байлықтың барлығы сенің қолыңда ғой. Қарияның сөзіне түсінбей таңырқап қалған Жалқаубек: Ата, қандай байлықты айтасың? Мені мазақ еткенің бе? Бай болсам осылай бейшара болып жүрем бе? Балам, қаласаң мен саған көп ақша берейін, бірақ саған қоятын бір шартым бар. Қандай шарт? Мен сіздің барлық шарттарыңызды орындауға дайынмын. Тек бай болсам болғаны, менде одан басқа арман жоқ. Сен жап-жас тепсе темір үзер дейсің, ал мен болсам қауқарсыз қартпын. Құлағым дұрыс естімейді, көзім де дұрыс көрмейді. Жүргенде қалт-құлт етіп, екі аяғымда әрең басамын. Қолдарымның да қуаты қайтқан. Сен маған мына көзіңді ойып, қол аяғыңды кесіп бер. Есесіне мен саған өміріңнің соңына дейін еш алаңсыз өмір сүруге жетерлік байлық беремін. Қора-қора қой да, қап-қап алтын күмісті аласың. Жоқ ата, өйтіп мүгедек болар жайым жоқ. Қора-қора қой мен қап-қап алтын күміскі айырбастамайтын байлығың бар екен ғой. Олай болса, ерінбей еңбек қыл. Еңбек етсең емерсің деген қарағым деп, қария өз жөнімен кете беріпті. Ертеде Талап пен Жанат деген ағалы інілі ағайындылар тату тәтті көршілес өмір сүрген екен. Алайда бір күні ағасы Талап інісі Жанаттың өтінішін орындамай қалып, араларында салқындық пайда болады. Екіншіде інісі де ағасына қажетті көмекті көрсетпей, өткен жолғы ренішін еске салады. Осыдан кейін екеуі қатты ренжіседі. Сөйлесу түгілі амандаспайтын халге жетеді. Күндердің күнінде Талаптың есігін жұмыс іздеп жүрген ағаш ұстасы қағады. Оны жұмысқа алуға келісіп, анау тұрған шағын өзенді көрдің бе? Соның арғы бетінде інім тұрады. Сол жерге үлкен қақпа орната аласың ба? Ол өте биік болсын. Оның үйінде түрінде көргім келмейді дейді Талап. Ұста: иә, жасауға болады. Сонда неге ініңізді көргіңіз келмейді деп сұрады. Ағасы не себепті ұрысқандарында есіне түсіре алмады. Реніші тереңдеп кеткен екен. Аз ғана ойланған ұста: рұқсат етсең таңға дейін жұмыс істейін, ертең басқа шаруаларым бар деді. Қожайын келісім берді. Алайда түні бойы мазасызданып ұйықтай алмады. Оның үстіне сырттан ұста құралдарының тарс-тұрс дыбыстары естіле берді. Ақыры таң атып, қожайын сыртқа шығып, қақпаға тапсырыс берген тұсқа мойын бұрды. Қараса ешқандай қақпа жоқ.
керісінше өзеннің арғы бетіне өтетін көпір қойылыпты. Сорың құрсын, мынау не сұмдық? Мына ұстаныма, мен оған әлгілерді көзіме көрсетпейтін қақпа салуды тапсырдым ғой деп ашуға буылға бергенде таныс бейне ұшырасты. Кілт тоқтады. Анықтап қараса, көпірдің үстінде інісі Жанат тұр екен. Ол қолын бұлғап: «Қымбатты бауырым менің, жан бауырым, сені сондай сағындым. Сен менің ең жақынымсың ғой. Өзім бірінші қадам жасауға тәуекел ете алмай жүредім. Алайда сен соны жасадың. Әрине, өйткені сен үлкен әрі ақылсың ғой» деп ағынан жарылды. Екі бауыр құшақтасып, көздеріне жас алып, мәз-мейрам болысты. Екеуі көк шалғынға отыра кетіп, өткен-кеткенді еске алып, қызықты сәттерін айтудан жалықпады. Осылайша кештің қалай батқанын білмей де қалды. Ертеде Күйік деген қаланың маңындағы Жылуан өзенінің бойында кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың қартайғанда көрген Есен есімді жалғыз баласы болыпты. Есеннің әкесі отбасын асырау үшін күнделікті дарияға ау салып, нәпақасын сонымен табады екен. Ал анасы болса күнде бақшалық жердің басына барып, күн ұзаққа кетпені қолынан түспейтін болыпты. Есеннің өзі әлі бұғанасы қатпаған жас бала болғандықтан бір мезгіл үй жұмысын істеп, содан соң ауқаттан артылған балықты қала базарына апарып сатып келеді екен. Сөйтіп жүргенде бір күні ұйқыға кетер алдында Есенге бір тосын ой келіп, оны дереу қағаз бетіне жазып, анасының жастығының астына жасыратты, өзі ұйықтап қалады. Азанда анасы төсегін жиған кезде жастығының астынан бір қағаз тауып алыпты. Ондағы жазу мынау екен: анасының Есенге күнделікті берешек ақшасы: балықтарды тазалаған үшін 50 теңге, отын жинаған үшін 30 теңге, тіл алғыш бала болған үшін 50 теңге, от жаққан үшін 50 теңге, барлығы 180 теңге. Кешке Есен базардан келсе, анасы оның сұраған ақшасын дайындап қойған екен. Бала ақшаны көргенде қатты қуанады, алайда анасы теңгелерге қоса бір жапырақ қағазда қалдырыпты. Онда былай деп жазылған екен: Есеннің анасына беретін қарызы: осы үйде өткізген 10 жыл бақытты өмір үшін ештеңе, 10 жыл ішінде ішіп жеген үшін ештеңе, ауырған кездегі бағым күтім үшін ештеңе, жақсы ана болған үшін ештеңе, барлығы ештеңе. Қағазды оқыған Есен ұялғаннан қызарып кетіпті. Содан соң бақшалықта жүрген анасына жүгіріп барып, кешірім сұрап, ақшаны қайтарып беріпті.